Армысыңдар нар халқым, бармысыңдар нар халқым, қиын заман қаншама сақтап келген ақ қалпын. Қуанышымда шабайын, дұрыс еместер деп баттарғым. Көңілің бар ақ жарқын, сеніміңді ақтарып, қой тізгінін шалқытып, таңды таңға шалғармын. Уайымың болсын шоқ халқым, көңілің болсын тоқ халқым. Мына бүгінгі беташар тойыңда шапалақты соқ халқым. Қалайын менде қосылып, шабайын менде жосылып, той болып жатыр бұл үйде шын ғашықтар қосылып. Келін жан маған құлақ тұр, таң арайлап атқанда, шайыңды бер ұсынып, түс мезгілі болғанда, ұйықтап жатпа хош ұрып, оңай емес келіндік, болғанынша төсенік, ата-енеңді баға бер, әңгіме айтып көсіліп, күлімдеп қара ерланға, көңілдің құсын ұшырып, абысындармен тату бол, туыстықсыз жүрме өшіріп, бетінен кеттім мынау деп, ұрса кетпе көшіріп, қарама көзбен тесіліп, әдепті келім болғайсын, өзің түскен шаңырақтың мерейін қойшы өсіріп. Әруақтарын несін алып қастерлеп, атам қазақ ат шаптырып ас берген, барын шашқан өлөнердің жолында адам рухы өлмейтінін ескерген. Өлі разы болмай тірі байырма, аямаған атаныңда тайында, аңыздар көп әруақтары бабамның қастерлеген ұрпақтары жайында. Ал келінжанна өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Осы әулеттің барша аруақтарына иіліп тұрып, сәлемет, сәлеміңді әдебет. Және де өзіңнің атаң Садық атаңа, және де Зина анаңа иіліп тұрып үш рет, сәлемет, сәлеміңді әдебет. Әу бастан ақ таратуған баласын, келген жұрттың бағына сені баласын, ел ардақтап төбесіне көтерер, әсіресе шыншыл жұрттың нағашын. Айтқан сеттен еш уақытта таймаған, той дегенде күлімсіреп жайнаған, жиендердің ұлы думан тойына атан түйе бір жылқыны байлаған. Нағашылар қауымы айғай жуарма, нағашылар қауымына сәлемет, сәлеміңді әдебет. Анау тұрған парасатты қайнаған, ол қайнаған біле білсең жайладым, келін келді ауылға деп шауып жүр, көрімдікке ірі қара сайлыған. Қысылғанда ақылымен дем берер, еркелетсең жан жарасы емделер, қамқоршы боп жүретұғын жаныңда, айналайын қайнаға мен жиендер. Ал келінжан жақсылап аға жеңге апа жезілер қауымына иіліп үш рет, сәлемет, сәлеміңді әдебет. Жанұяның тірегі ғой қыз деген, бауырынан қамқорлығын үзбеген, бұл өмірде бақытты жан сен нағыз, апаң менен жездең болса жүздеген. Апа жезілер қауымына сәлемет, сәлеміңді әдебет. Ал келінжан және де осы мына мінекей барша ауылдастарға, көрші қоландарға, ауылдың құрметті азаматтарына жақсылап иіліп, сәлемет, сәлеміңді әдебет. Және де мына Ерланның барша кластас, достас, жора жолдастары, ауылдағы, қаладағы, астанадағы келіп жатқан жора жолдас достар қауымына иіліп үш рет, сәлемет, сәлеміңді әдебет. Ayday
таудай биік бол, асқақ болма бірақ та, тау суындай тұнық бол, суық болма бірақ та, тау тасындай берік бол, қатқы болма бірақ та, иманыңмен келін жан, бөлегейсің шуаққа, Құдай қосқан жарыңмен, мәңгі бақи тұрақта, болғайсың жақсы келінсен, ерлан дейтін бұратқа, алағайын келін бетін ашамын, ей жетіңдер аңсаға дарман ізгі мұратқа. Айда ей, 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 шапалақтарыңыз қайда ей. Ой, тамаша, ал, Зина апам кеңіз ортаға. Тоңды келе. Адам қайдасың? Бойдар емес кеңіз. Қалдың елескен, атта бәрі. Зина апамызға деген, Дүр анамыз кеңіз. Ғажап өмірің. Ой, тамаша керемет. Ой, тамаша. Келі құтты болсын, апа. Ал, жақсылап келінің бетін ашамыз. Келінің бетін кімге ашқыза? Өзіңіз жазасыз ба? Ал, Айгүл абысына кесінші. Айгүл ханым кеңіз. Ендеше жеп отырайық. Езуден ағызып тамызып майды деп, ортаға табақ-табақ ет тартайық әнге. Қолдасын, балдарымыз бақытты болсын, әргелі семья болып, барымыз қуашқа бөлесін. Аллаху акбар. Енді ағайын құрмет қошеметпен ортаға осы мына үйленіп атқан ерлан мен келіндерін шақырайықшы, келіндерші керек. Маэстро музыка, жастар кесінші кәнекей. Айқай бар ма? Биле. Ой, тамаша, рахмет. Ой, что-то үйленгелі билемей қапсың ғой, ереке. Жалпы отбасында кім бастық? Папа ше? Папаң кім сонда? Сен жұмысшысың? Сәке? Мынау үйленіп, мен дек бай? Екеуі туралайтын атырма деп отыр ғой. Қорғап атыр папа. Кел бері қарайықшы біз, бері қарай. Жақынырақ кеп сөйлесейікші. Отбасына кім бастық? Папам. Әкем де? Әкем. Сіз де келсеңші? Келіңіз? Аға. Жалпы үлкен отбасында әкеңмен бастық, анаң оның қоластындағы қызметшісі былай айтқанда. Шын ғой? Енді үйдің ұйытқысы. Бірақ енді шағын отбасы болып жатсыздар. Шағын отбасын кім билейді? Өзім. Сен билейсің. Шағын отбасын кім билейді? Мен. Шағын отбасын кім билейді? Мен. Маэстро музыка, бір билейсің ғой сен. Биле! Шағын отбасын билейді, ерекеңнен бей! Давай! Сен үшін кеп отырмда, халқын бараға. Биле! Айқа жуайда! Достар, поддержка бар ма? Рахмет. Ой, тамаша, рахмет. Шағын отбасын кім билейді? Ерекең. Ерекең дейді ғой, ерекең бұқап. Шағын отбасын кім билейді? Мен. Шағын отбасын кім билейді? Мен. Маэстро музыка тағы да бір биле. Достар, айқа жуайда! Ой, тамаша, рахмет. Шағын отбасын кім билейді? Ерекең. Ерекең биле, әйелің айтып отыр ғой, биле давай. Давай, маэстро музыка. Ай, тамаша, керемет. Рахмет, мінекей. Енді мінекей сіздердің көңілдеріңіз көтерсін. Атасудың тойы думандасын. Ерекең бір мәз болсын деп мінекей жасап жатырық енді. Енді ағай мінекей сөз атасы Майқы би атамыз айтады. Ақылдан ақыл туады, жалқаудан масыл туады, қыдырмадан кезбе, мылжыңнан езбе туады дейді. Мынандай алтын басты Қызылорданың қызынан Алла қаласа алтын бесікті ұл туады. Сондықтан айтарым, Алла қаласа 9 ай 9 күннен кейін
мына сіздің әулетіңізге, біздің әулетімізге ақын Абайдай, батыр Абылайдай егіз ұл берсін, немесе Әлия мен Мәншүктей егіз қыз берсін деп, үбірлі-шүбірлі болсын деп, бір қошеметтік қойыңыздар жағайыңызге. Ай, тамаша. Енді мінекей, осы жастардың әке-шешесі болып мінекей, думандатып, тойлатып, бүгін осы таң атпай ерте кигіз үйді тігіп, мінекей қуанып, қуаныштары қойына сыймай жүрген Садық әкем мен Зүранам кеңес көңіл күйде тұрған. Көңіл күйде. Көрдім де Ой, тамаша, рахмет. Сәке, бүгін серьезный болмаңыздар. Бүгін қуанатын күн. Ертең тойда серьезный боласыздар. Ар жақтан күштілеп хабарлайын, кеңіздер. Мына халықтың барлығы сіздерге жиналып отыр. Ар жақтан кеңіздер күшті болып. Ал, ағайын құрмет қошеметпен, осы мына Ерланның Асқартау әкесі бүгінде мінекей осы екінші келінді қолдарына мінекей бүгінде қондырып отырған, бүгінде думандатып тойлатып отырған, дүйім жұрттың барлығын шақырып жатқан, Алла қаласа алда керемет үлкен той бар. Соған да мейман болып, қадірменді мейман болып келесіздер. Ендеше құрмет қошеметпен Садық әкем мен Зүранамды қарсы алайық ағайын көңіл күйде. Маэстро музыка жібер. Айқай жуанма. Громче. Сәкеңді қарадаш. Сәкең қарапайым. Тәтем көйлекті өлтіріпті. Ақша жоқ деп. Қайдан аласыз, жарқын алдыңыз ба? Қарағанды? Бұл кісілер простой емес, Қарағандыдан келеді бұл жеңгелер, апаларым мен, аналарым. Сәкең қарапайым. Жалпы әйел қауымда сәке көйлек көп. Қызыл, жасыл, сары, көк. Спальник әлдерін ішін ашсаңыз, жалпы көп үстіне үйіліп жатыр. Еркек қауымда екі-ақ көйлек бар ағайын. Сәке қандай білесіз бе? Еркек қауымда екі-ақ көп көйлек, біреу жеңі бар, біреу жеңі жоқ дейді. Сон жеңі жоғын жазда киесіз, жеңі барын қыста киесіз мінекей. Жалпы мына той керемет өтіп жатыр. Келініңіз не деген әдемі. Зүранаман бір жақсылап қарап қойыңызшы. Көзіңіздің қиығын салып. Қарап қойыңыз, Сіздердің той, сіздің думан той. Зүранам қалай? Сұлу ма? Әрине сұлу деп, сосын аған жаққа. Ой, ой. Әдемі ме? Әдемі? Қалай еркелетесіз Зүранамды? Е деп. Не дейді? Е дейді. Мен G NNN дегенде естіген, бірақ е дегенде атасы болған бірінші естірім. Соны бай қысқаша нұсқа айтып жүрші, е қандай? Жоқ, ана жи деген тәрісті генералдық Головкин тәрісті мен солай қойды. Е. Жоқ, ана келін айтса түсінем ғой, е десе, ене десе. Сіздікі башы қызық екен, е деген. Ерекше жандық қойсаңызшы. Сол ерекше. Ой, тамаша, мінекей, керемет. Ақ деген алынып жатыр, тамаша. Енді мінекей осындай ереке, осы мінекей әкең мен шешеңнен үлгі алып, осындай жарасымды керемет отбасы болыңдар. Мінекей үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой мінекей. Жалпы мінекей осы кісілердің өзі бір тәлім тәрбие ғой мінекей. Қазағым қызығым тойдан көрсін, шапалақсыз шабыдым қайдан келсін. Мына біздің Атасудың мектебінің красавчигі менің қасындағы Садық әкем дерсін деші. Мектептер бар ма? Атасудың орта мектебі бар ма? Садық әкем красавчик па? Осындай керемет қыздардың арасында, аналарының арасында керемет міне ер азаматты беделді, белсенді болып жүр. Оның барлығы өзіңіздің жиған абыройыңыз мінекей. Бұл кісі атақ-даңққа емес, өзінің артындағы сөзім түзу болсыншы, менің артынан шыққан сөздерім таза болсыншы деп мінекей. Бірыңғай өзінің маңдай терін ауылдың еңбегіне, мектебіне сіңіріп жүрген жанның бірі. Мінекей, жалпы айтып жатық қой, қазағым қызығын тойдан көрсін, шапалақ шабыдым қайдан келсін, біздің Атасудың мектептің красавчигі менің қасында Сәкем дерсін деп міне. Садық деген ат өте киелі ат. Садық деген ат өте берекелі ат. Садық деген ат өте несібелі ат. Садық деген атты көне грек тілінен аударғанда Зүраның арманы деген мағынаны білдіреді. Ортаға бүгінгі тойға арнайы шақыртумен келген мінекей бүгінгі керемет жаңарқамыздың бұлбұл дүлдүл әншісі алдарыңызда Томирис қызыңызды құрмет қошеметпен
Қарсы алыңыздар ағайыннан кейін. Шамшының керемет әндерінен шырқап берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Шешекті ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсекті қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Ойланыңдар жігіттер, баста дәурен тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып мойнын бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын былғайды, тірліктің төбе белгісіз ағында судай зырлайды. Опасыз мынау дүние, тұтқа болған кімдерге, өмірдің соңы өкініш санамен ойлап білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ойсырап бір күні көрге кіргенде. Өзіңді біреу мақтасау, желпі болған тасыма, бетің айтар адал дос жола ойлап жасыма. Кезінде бәрін көрерсің, іс түскенде басыңа, күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасыңда. Мұңайма көңілім, мұңайма, сабыр етендай жүрегім, бір күні сен де тоқтайсың, оны да жақсы білемін. Асимей жүрген дағдырғау дертті жанның бір едім, адам боп келдім өмірге, адам боп кетсем тілегім.
сүйікті бағдарламасы киносы қандай? Келінсіз ғой, білесіз ғой. Сіз миыңызға тоқып отырсыз жаттап. Мама бағдарламаны көрмейді. Не көреді енді? Чисто реклама ма? Чисто жандама көре ме не? Ал. Ең сүйікті киносы? Классастар көрген. Ау? Классастар деген сериал. Классастар деген сериал. Ең сүйікті әні? Классастар заңын жүрсі? Ең сүйікті әні? Ау? Қазақша әндер. Қазақша әні дұрыс па? Ең сүйікті тағамы? Ыстықтай жақсы көреді. Қандай тамақ болсын? Ыстықтай? Суықтай берушісін емен? Ыстықтай жақсы көреді тақпайын, дұрыс. Ең жалпы, үйде жақсы сыйлайсың, кім дейсің? Мама? Мама дейсі. Апа, мәні бүгіннен бастап екі келін болып атыз. Екі келіннің қайсы жақсы өшетін айтыңызшы. Қорқақ екенсіз. Ойда азы деп атырым. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Барсаңыз ортаға биге, жастар ортаға биге шығайық. Көңілдірек. Атасу бейғайна. Көңілдірек, әнекей. Жастар ортаға биге шығайық. Жалындаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бұрылып қарамай, құбылып барадай, әттің сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жалындаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бұрылып қарамай, құбылып барадай, әттің сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Көңілдірек әнекей. Оп! Балға болған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсам бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең жамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуімді қайдан табамай, табамай, табамай. Жылан үшін, екі жас үшін, бүгінгі той үшін, тойға не үшін келдік? Көңілді көтеру үшін келдік. Тойға не үшін келдік? Билеу үшін келдік. Ал, маэстро музыка, сіз сәкеңнің намысын, сіз анамның намысын қорғайсыз. Ал кеттік ал жібер. Маэстро музыка, жібер! Били! Музыканттар қайда, ұстаздар! Рахмет. Болды. Ағасы секіре береді кез, басқа дым жоқ. Приз бар ма? Қыздары приз әкеліп жіберсеңіздер, жайғаса берші. Рахмет, көп. Жеңге, давай. Намысты қолдан бермеңіз. Рахмет, аға. Керемет билейсіз. Аға, осылай билейтініз халық біле ма? Біледі. Үйдегілер біле ма? Біледі. Білсе неге қой деп айтпайды аға сізге. Мін жайғасыз. Көп рахмет аға. Талсада жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада, шаршамай, аяқ қолым талсадай, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Нұрғали биді! Стоп. Мәне жеңше рахмет, аға. Спискінен шығып атыр, бір қошемет тек қойыңыздаршы. Ауылда сондай не бар ағайын? Списк бар. Ал,
Кім бар бұл? Ер достарынан кім бар шақшы? Төлеген десін! Биле! Рахмет, ереке бұл би емес. Атасудың тарихында болмаған еркек пен еркек ешқашан билемеген. Күшпен сынасамыз. Бұрын соңды боксқа қатысыңыз ба? Жоқ. Қатыспасаң қатысасың. Сен явна қатысқансың. Сен бәріне қатысқансың. Көкпар, қалауымға ғана бармадың, одан кейін үйленіп кетіп ше. Әйтпесе оған да баратын еді бұл. Ал, ендеше жақсылап бокстасайық. Сен өзіңнің қасыңа тренер керек кім шақырасың? Сенімді серіктесің, досың кім? Атын жақын. Ата. Зұлхар, кел. Тренері. Ой, тамаша. Біз кім шақырамыз? Рахмет. Мейрамбек, кел. Нұрғали шақырып жатыр, кел. Мейрамбек. Алтынбек. Мен бір емес екі тренер ма? Рахмет. Көрініп тұр сен тренер екен. Өзіңді айналмай нан дайындапсың маған дейсің. Енді саған төлеген продюсер керек. Айғыр үйір жылқысы бар. Керемет үйір жылқысы бар. Сен үшін ставка тігетін, сен үшін кім жоқ. Одан бөлек басқасы жақсы. Атай берсе қайдан білесің сатта тыққан-пыққандар болса. Ата. Бекабай жақсы. Бекабай. Бердіғали, мен ағам ғой. Бердіғали ағам кеңес. Төлегеннің спонсоры. Кел, Бека. Тамаша. Керемет. Біз кім шақырамыз? Нұрбек келсін. Нұрғалидің тренері, спонсоры Нұрбек. Ал, Нұрбек, екеуін бокстастырайын деп жатыр. Сендер спонсорсыңдар. Қанша үйір жылқы тігеміз? 15. Не дейді? 15. Он қайдан алдың? Астанада жинағандар өшіп. Бека, брат, біз қанша тігеміз? 20. 20 үйір дейді. Ойбай, керемет. Ал, енді боксерлар. Спонсор, мән, кегіз. Спонсор, басына басқа кегіз. Мәне. Наны кегіз. Кегіз. Төлегенді киіндіріңдер. Бет аузын сумен жайып келді ғой деймін. Ал енді ардақтарымен тойшылға мінекей Атасудың төрінде керемет бой, керемет бокс өткелі жатыр. Ендеше құрмет қошеметпен алдарыңызға көк қапталдан шығатын Астананың бұлғары қолғап шебері, Головкиннің шәкірті, алдарыңызда Нұрғали боксшыны қарсылайық ағайын кәнекей. Нұрғали бокс көсін. Нұрғали! Челбер, айла. Тамаша керемет, Аллаға қаратыңыздар. Және де осы Нұрғалиға қарама-қарсы шығатын. Бұл жігіт ешқандай залда дайындалмаған, ешқандай боксшымен дайындалмаған. Атасудың суын ішіп, Атасудың жылқысын жеп, жылқысын мініп, сорпасын ішіп, қымызын ішіп, артынша қалаға барып бокстасып жүрген алдарыңызда Төлеген боксшыны қарсылайық ағайын. Төлеген боксшы өсін. Төлеген! Желдіріз, айна. Өзгелерден дара туған өр намыстан жаратылған. Айна. Баласын батырлығы ханның Рахмет. Төлеген қалай, дайынсың ба? Дайын. Кел отаға, жүздесуге кел. Нұрғали, дайынсың ба? Дайын. Бір-бірімізді ұрмаймыз, көзбе-көз көз атсамыз, көз атысу сайысы. Ұрықпаймыз, кішен болады, Төлеген. Тұрба бар, байқа. Ондан тұр олдасыңыз, соң ұрамайсыңдар бір-бірінде. Ал, жақсылап көз атсамыз. Дарабоз Дерзкий, одинокий тигр, Найман Садр, черный тигр, черный пантера. Декесі! Болды. Кексе сол Деки Даниярмен шығасыңдар. Былай қарай тұрайық. Спонсорлар келіңіздер, спонсорлар. Қанша үйір тігіп жатырмын дедіңіз? 15. 15 үйір?
Құдай ау не деген керемет жылқы. Сіздікі? 20 дейді. Ой, шіркін-ай. Ал, тренерлер, кеңіздер. Қалай, бүгінгі бойға Нұрғали дайын ба? Дайын. Қалай дайындадыңыз? Көп дайындадым. Бәрін. Не жейді соның бәрін. Қымыз бәрін, ет бәрін, шуат бәрін. Көксік бердім артында. Көксік бердім артында. Семірмейді екен бірақ. Не дейді, не берді? Көксік бердім, семірмей алырсың. Тағы не бар жейді? Соның бәрін бердім ғой. Қайдамайын, бәрін өзің жеп алып, ішіп алып. Нұрғалиға төңгермеген сияқтысың ғой. Жоқ, бергенден білем, бірақ көксікті өзің ішкенсің ау енді. Төлегеннің тренері, Зұлқар кел. Енді мынау Зұлқар мен Нұрбек ағайынды. Ана 15 еттік тұсап не істейміз енді? Енді Төлегенді бірден еліп жеңілдір ме? Егер өзімізде қалсын. Бірақ жеңсең тағы да бар ғой енді. Жалпы Төлегенді бүгінгі бойға қалай дайындадың? Дайын ба өзі? Дайын. Қалай дайындадың? Жүгірттім тауға. Ет жегіздім, 2 үйен етін жеді. Ой, шығын асып кететін болды. Сорпа ішті, қымыз ішті. Дайын. Бәрі ішті ме? Бәрін ішті. Сен қанын ішпесе болды ғой. Ішті ғой бәрі, дайын ғой. Дайын ба? Ой, тамаша. Енді ортаға 2 орын әкеп жүрсеңіздер. 2 орын әкеңіздер. Ой, тамаша. Ал, боксерлар маған отырайық. Арқасын уқалаңыздар. Боксерлар дайындаңыздар. Арқасын уқалаңыздар. Боксерлар дайындаңыздар. Ал енді, ағайын, барлықтарыңызға қызық болып тұрған шығар, боксшылар не істейді, бокстаса ма, не істейді, көргені бар, көрмегені бар. Мына бір кесе кәмпит соны ортаға шашам, соны боксерский перчаткамен тересін төлеген. Түсіндің бе? Ондай бокстас көріппен? Жоқ. Сен көріппен ондай бокс? Жоқ. Просто Ерекеңнің тойын кішкене шырқын бұзбайын деп жатыр ма енді? Айтпаса негізі бокстасын. Бірақ жігіттер ойының шарты былай, 10 қолмен ғана тереміз. 10 қолмен, 1 қолмен тереміз, астарыңызда отырған орынға жақсылап жинаймыз. Орнымыздан тұрайық. Мына орынның үстіне жинайтын боламыз. Дайынсыздар ма? Дайынсыз ба? Дайын. 1, 2, 3. 10 қолмен ғана, 10 қолмен. 10 қолмен. Ал кетті. Тер, бол. Рахмет. 11 удар жіберген Төлегенге бір қошемет айтпаңыздар. 14 удармен ұрған Нұрғали жеңіпті. Ой, тамаша, рахмет. Енді бүгінгі бойдың Ерланның тойының керемет жеңімпазы Нұрғали боксшыға бір қошемет айтпаңыздар. Қонақ қой ағайын, бір қошемет қойма. Ішкенде жылқайдаймын, Əridəşim ayım İskendesin esenmi Əridəşim ayım Yıkam şirin şabın tügün Şangan doğ aşağımsın av Şanam sügün Əridəşim Elgin şişir maneske gitmey жүрген 25-ке келді деген отырып қалды деген сөз ғой. Ей қыздар
қойшы сендей қызды ертпей жүрген тым болмаса маған тиіп алсаңдаршы дегені ғой. Деп жете алмай Ерке наз қыздарыңызды құрмет қошеметпен ортаға шақырайын. Арнайы бүгінгі Ерланның анасы Зөр анамызға дейтін керемет ән жашуым бар дейді кәнекей. Айналдым беліңнен қардан әппақ, анашым ақ батаңның арқасында, басымда тұрады әркез бақ қонақта. Шықсам да қиял жетпес қияға бір, ойына жақсылығын жияла жүр. Зар болып жан анасын бір көруге, аз бекен мұнайған қыз жылағаны. Той құтты болсын көңілдірек. Ойлы сенің жан жараңды ендейме, жар болуға қаламайсың мендейге. Сонда сенің махаббатың болуға материалдық жағдайың келмейме. Ағарманы айдан бек айдана, бақытыңды байлық үшін байлама. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңнен, ал сенің ше қалаға қайғыла. Алдыңда кінәсі бар адамдай, жүрмін әлі көңілімді таба алмай. Болмасам да сені sevген баяным, болғаным жетпейді мен сағынбай. Өзімде байдың қызы байлама, мен жүргенмін сендей көңіл айдама. Қарапайым отбасында ержеткен шаруаның баласымын жай ғана. Ағарманы айдан бек айдама, бақытыңды байлық үшін байлама. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңнен, ал сенің ше қалаға қайрала. Көңілге қолдашағыз қарасаңыз, өмірге жанымызбен жарасамыз, тойларға тамашалап жүрміз талай.
Болады біздің қашан тамашамыз. Тойларда тамашалап жүрміз талай, болады біздің қашан тамашамыз. Құдашаңыз болады біздің қашан тамашамыз. Болады біздің қашан тамашамыз. Көгөрікті дегенде көгөрікті, көгөріктің сабағы көгерікті, оралыңның барындай ойнада гүл, ойнамаған күлмегенде көрікті. Ай жаным, ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Қара жерге қар жауса қақтырмайды, біздей жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылыңның сыртындай әнге салсын, кемпір мен шалқыр жындап жақтырмайды-ау. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Tanışkım geldi nenin sözben. Oho, 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 nenin altın lege kerik.
Жас жігіт деген қалай болды екен? Bir көргеннен қалдыңыз ба мені шын сүйем, мені шын сүйем, мені шын сүйем. Allah'a soluğu söz degen, Allah'ın yeleden nenin siz ben, aytыңыз atыңız kim болады, tanışıp gelinin nenin siz ben. Oho, oho, oho. Жүргенде албаңыз Ақбөбежан Көрінесім жақсаған Құлдыраған мағамай Ай бөбем Жаным берекем Жан сәулем дидарыңды Көрсем деп басында баян ауыл балалы құр Ақбөбе бір сөз айтып мойыныңды бұрай келгенде ауылыңа ат жалдырып сүйеніп аққу сүйген қараған атоғай ай бөбем жаным мерекем жан сәулем дидарыңды көрсем деп ем ай. Қауым енді бүгін бағанадан айтып жатсыз енді өзі көздің ағы мен қарасы дейді ғой. Сол екі ұл екі қызымыз дүниеге келді. Міне соның ұлымыз міне аяқтанып жатыр. Сол қуанышқа өздеріңіз ортақтасып жатсыздар. Сіздердің де отбасыларыңызда қызық қуаныш той болсын. Бәрі жұғысты болсын. Дендеріңізге саулық берсін. Алғай осы енді атасымыздың енді бүгін бет ашары болса, ертең үлкен тойы бар, Алла қаласа. Сонда басқа суға жазсын, дастархан мол болсын, ден сау болсын. Енді балаларыма енді не тілеймін енді. Алдыңғы дөңгелек қалай дөңгелейді. Маған енді Қуантай тамадамыз баламыз айтып жатыр ғой енді жаңағы біздің шынар үлкен келінді қолға алып. Сондағы енді несі енді алдыңғы дөңгелек қалай дөңгелейді, келесі келініміз солай дөңгелейді ғой енді деп сенеміз. Бақыт тілеймін, бақытты болыңдар, қосақтарыңмен қоса қарыңдар. Бағанадан үлкен кіші, үлкен тілек лебіздерін білдіріп жатыр. Сол иншалла періштенің құлағына шалсын. Алғай қызық қуаныш болсын енді. Сіздердің отбасыларыңызда осындай той болсын. Сол той ортақ жүре берейік. Атасы уағында. Ал енді тойға жылға жиналған көпшілік қауым. Той енді бәрімізге ортақ қой, ауылымыздың тойы. Осы тойды бөлісіп, уақыттарыңызды бөліп келе жатқандарыңызға көп рахмет. Сіздердің де үйлеріңізде қызық қуаныш болсын, той болсын, қызықтан айырмасын. Ал мынау екі балапанымыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасай берсін, алға қойған мақсаттарына жете берсін, денсаулық болсын. Осы ата-анаға, екі жақтың ата-аналарына бірдей мейірімді болып, қол ұстасып, бірге қолдары ешқашан ажырамай бірге болсын. Рахмет. Енді ардақтарымен той жылғауым, қалғанын өзімізді келтіре жатамыз. Енді мінекей сіздерге арнап керемет 5 уақыт, 5 сағат бойы той жасады. Қазақ өзінің жиған тергенін тойға шашқан. Қазақ өзінің жиған тергенін қадірменді қонақтарына осы ел жұртында татып өткен.
Енді мінекей сіздерге арнап даладай көңілімен, баладай пейілімен ағдасырған жайды, етін асты, мінекей думандатты, тойлатты. Бірақ кім болса да өзінің тойының бағасын білгісі келеді. Кім болса да өзінің тойын жоғарғы деңгейде өткенін қалайды. Мына бүгінде осы менің сәкемнің шаңырағындағы Ерлан ұлының бүгінгі беташар тойы қалай өтті? Қайда мажа керемет. Енді жалдақтылыме той жылғам, сіздерді керемет осындай үнтаспаға, видеоға керемет қып түсіріп отқан алтын төре ұлдарыңызға бір қошемет тақпайыздар ағайын кәнекей. Және де мінекей осы алтын төренің бір ауыз сөзін жерге тастамай мінекей керемет думандатып ән шырқап, алдарыңызда ән шырқап жүрген қазақтың ерке қыздары мінекей керемет Еркежан тобына да бір қошемет тақпайыздар ағайын кәнекей. Және де менің өнердегі ағам керемет Жаңарқаның бұлбұл дүлдүл әншісі, халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген Абзал Дулатұлына да бір қошемет тақпайыздар ағайын кәнекей. Және де мінекей алтыннан ерген, сырнайымен сыр шеткен, домбырасымен күй шөткен кенже қолдарыңызға да бір қошемет тақпайыздар ағайын кәнекей. Айдамаша, алты қырға жырғасам әнім жеткен, той бөлісіп отырмыз бүгін көппен. Тойларыңыз ағайын құтты болсын, атасудың ел жұртын дүркіреткен. Тойламай ма, дүбірлетіп тойларын тойламай ма, жаратқаның ісіңді оңдамай ма, мына бүгінде жастарға жақсы тілектер айтылғанда қабыл болсын деп көпшілік қолдамай ма. Өлең жырым дәл бүгін арындасын, тілегімді қалың ел қабыл алсын. 90 сөздің түйінін айтар болсам, мына халқым, атасулықтарым, бастарыңыздан бақ құсы арылмасын. Ойланғаным, қалмаңыздар ағайын тойдан бәрін, қонағына құшағын жайғандарың, қуантайдай ұлдарың асабы болған кезде, шапалақтай ама туған жерім атасулықтар.